Так, сонымен біз енді осы төрт байланыстың бір-бірінен ережесімен, схемасымен және мысалдармен түсіндіріп көрейік. Коваленті байланыс деген не еді? Электр терістілік мәндері аз айырмашылығы бар элементтер арасында болатын байланыс дедік. Және де бейметалл мен бейметалл арасында деп айттық, дұрыс па? Келесі, иондық байланыс не дедік біз? Электртерістік мәндері өте алшақ деді, және де иондар арасында түзілетін байланыс, яғни иондар арасында электростатикалық тарсыз күшінен әсерінен пайда болатын байланыс дедік. Немесе не дедік біз? Бейметалл мен бейметалл дедік, бейметалл. Негіз бағана мен айтқан ережелерді негіз білу керексің. Бұл енді тестесіндегі жаттау үшін ғой. Келесі металдық байланыс деді, металл мен металл арасында деді. Металл мен металл арасында. Ал сутектік байланыс ол не? Ковалентті полисі бар. Ковалентті полисі бар. Полисі бар. Не? Элементтер арасында болатын байланыс деп айтқан болатын. Яғни құрамда не сутек болу керек міндетті түрде. Схемасы бойынша айтатын болса, ковалентті полисті де бізде электрондар не істейді? Беретін еді. Мысалы, мына жерде былай айтсақ болады. Мынадай мысалмен түсіндірсек болады. Так, ой, мысал. Мінекей. Мына жерде қарасаңыздар, оттектің түзілуі, яғни оттекті электрондар не істейді? Бір-біріне тартылады. Просто так не істейді? Тартылады да ортада түзіледі. Көрдіңіздер ме? Байланыс. Осы жерде байланыс осы жерде түзіледі. Сол кезде ғана біз бұны не дейміз? Ковалентті полисті деп айтамыз. Ковалентті полисі немесе полиссіз деген сияқты. Яғни бұл жерде электрондар не істейді? Мысалы, мына жерде тұрады. Хлорға жақын тұруы мүмкін деген сияқты. Сутек болса не істейді? Ортасында тұрады. Сутек пен сутек болса деген сияқты. Ал иондық байланыстарда не істейді? Электрондарды беретін еді. Мысалы, хлордың сыртында бір электрон болса, натрийдің сыртында бір электрон бар, хлордың сыртында 7 электрон бар. Бір электрон аған береді, дұрыс па? Сосын барып натрий не істейді? Плюс зарядталады, мынау хлорымыз минус зарядталады. Осының арасында электростатикалық күштің әсерінен бір-біріне не істейді? Тартылады олар. Осылай тартылып, осылай бір-біріне қосылады екен. Бұған мысал ретінде мысалы мынаны алсақ болады. Натрий хлоридін екен арасында, сонымен бұл жерде мынаны қараңыздар, натрийдің сыртына бір электронды не істейді? Хлордың несі ядросы тартып алады, заряд. Сөйтіп тартып алады, қосып алады. Сөйтіп барып екеуінің арасында не байланыс пайда болады екен, сосын барып байланыс пайда болады. Тура сол сияқты мысалы кальций хлоридінде алып көрсетсек болады. Мысалы кальций хлор екі ғой, яғни кальций не істейді? Екі сыртында тұрған екі электрон екі хлорға бір-біреуден беріп тастайды, көрдіңдер ме? Екеуді бірін беріп тастайды, сөйтіп барып электрондар түсіреді. Байланыс түзіледі бізде, иондық байланыс. Иондық байланыс осылай түзіледі бізде. Түсінікті ме? Келесі металдық байланыста міндетті түрде ішінде не болады дедік? Иондар болады деді, яғни металдың катиондары, иондары. Одан бөлек нелер болады? Осындай электрондар болады дедік. Электрондар ағыны болады дедік. Электрондар осылай жүреді соның ішінде. Сонда бұны ережесі бойынша не металдық байланыс дегеніміз не еді? Металл катионы мен бос электрондар арасында болатын байланыс деді. Сутектік байланыста не еді? Мысалы H2 болса, мына жағы минус заряд, мына жағы плюс зарядтады деді. Тағы бір не H2-ның екінші бір молекуласы болатын болса, осы екеуінің арасында не байланыс пайда болады? Деген сияқты осылай. Мысалдар келеді, ковалентті полисті, ковалентті полиссіз деп бөлінеді деп айттық қой, мынаны біз полисті, полиссіз. Полистіге бізде H хлор, H2O деген сияқты жатты, полистіге хлор 2, бром 2 деген сияқты жатты. Иондыққа бізде натрий хлор, кальций хлор 2 деген сияқты жатты. Металдыққа купрум, калий, феррум деген сияқты заттар. Сутектікке бізде H2 дедік, NH3 дедік, H2O дедік, H хлор деген сияқты элементтер бізде жатады екен, көрмей жатсам жазып алсаңдар болады. Осылай. Осылай біз бір схемасын бір түсіну керек біз. Түсінікті ғой? Так, кеттік ал. Сонымен біз қазір ковалентті полистің байланыстың несіне тоқталайық. Жалпы ковалентті байланыс дегеніміз енді байланысушы атомдар арасындағы ортақ электрон жұбы пайда болатын байланысты айттық. Енді бірдей атомдар арасында болатын байланысты ковалентті полис деп айттық, оны білесіңдер, яғни натрий сутек пен сутектің арасында екі байланыс пайда болады, өйстіп не істейді? Пайда болады. Яғни қараңыздар, осы жерде біз бір нәрсені білу керекпіз. Мынандай нәрселерде.
Коваленті полюссіз байланыста байланыстырушы электрон жұбының болты ядроларында бірдей қашықтықта орналасады. Яғни ол екінші сутекке қарай немесе бірінші сутекке қарай ол ығысып кетпейді. Вот сол нәрсені біз түсініп алайық. Келесі молекулалық құрылымдық формулаларды бір электрон жұбына дейді, бір электрон жұбына. Яғни мынау деген сөз ғой, мысалы сутектен сутек келеді да, мына жерде екеуінің электронды ортада тұрады ғой, осыны айтады, бір электрон жұбына айтады, сызықшамен сәйкес келеді. Яғни біз оны H деп жазатын болсақ, мына артасында сызықша болса, значит ол жерде мынау бар деген сөз ғой, мынау екі электрон бар деген сөз, немесе бір жұп бар деген сөз. Сутек атомдардың валенттіктері бір, себебі валенттілік байланысуға жұмсалатын электрон санымен анықталады. Сутегі молекуласындағы атомдардың електерістігі бірдей болғандықтан, олардың жұптары екі атом ядросында бірдей қашықтықта орналасады. Сондай бір байланыстардың бірі оттекке қатысты. Оттектің сыртында білесіңдер бізде осындай не бар? Екеуі жұптаспай қалады. Екінші бір оттекті алатын болсақ, не істейді? Мына жерде жұптаспай қалған екеу, мынада екеу, мынада екеу, мынау. Енді осылар не істейді? Екеу жұптаспағандықтан екеуінің арасындағы байланыс түзіледі екен осы жерде. Сол кезде бүйтеді. Көрдіңіздер ме? Оттектер осылай жақын дейді. Яғни мыналар бізде біз білеміз, нені білдіреді олар? Екі байланыс бар екенін білдіреді. Көрдіңіздер ме? Екі байланыс бар екен. Келесіде азотты алатын болсақ, азотта да тура сондай. Үшеуі жұптаспайды да, біреу ғана жұптасып тұрады. Мына екеуі жұптасып тұрады да, мыналар жағы, мына екеуі. Яғни мына жерде мыналар десейді бір-бірімен не түседі. Үш байланыс пайда болады осы кезде. Не істейді? Так, бұл кезде үш байланыс түзеді екен. Яғни азоттың сыртында неше үш байланысы бар, осыдан анықталады екен. Біз бағана басында айттық сіздерде коваленті байланыстар екі механизм бойынша түзіледі дедік. Оның біреуі алмасу дедік. Алмасу деген жаңа коваленті полюс пен полюстерге қатысты болды. Келесі байланыс механизм ол не? Донорлы акцептерлі байланыс бойынша түзіледі дедік. Донорлы акцептерлі баланспен түзілетін заттар олар нелер жатады? Донорлы акцептерлі баланспен түзілетін заттарға мысалы аммиак пен сутектің арасына байланысты алсақ болады. Яғни аммиак пен алып тастайыншы қазір. Жоқ деп ойлаңдар. Жоқ. Так, аммиак пен сутектің арасында байланыс кезінде аммиактың сыртында қосымша бір электрон болады екен. Қосымша жұптасқан электрон болады, көрдіңіздер ме? Ал H+ болған кезде ода негізі сутекте бір электрон бар ғой, дұрыс па? Негізі атомның өзінде. Ал плюс болған кезде бір электрон беріп жүрген деген сөз ғой. H болып тұрғанда бір электрон бар еді, H+ болған кезде, значит, бір электрон да беріп жүрген, бір өзі қалды. Сондықтан бұда электрон жоқ болғандықтан, бұл енді байланысқа түсу үшін оған міндетті түрде не керек? Электрон керек. Өйткені бұда электрон болмаса, ол байланысқа түсе алмайды. Сондықтан ол не істейді? NH3-іміз бір электронын осыған береді ғой, осыған береді. Бір электрон бергеннен кейін бұл жерде мынау пайда болады негізі. Мынандай болады примерно. Неде бір электрон тұрады да, сутекте не істейді? Бір электрон пайда болады. Көрдіңіздер ме? Бір электрон пайда болады. Осы екеуі барып қосылып, не істейді? Мына жерде қосылып түседі екен, мінекей. Көрдіңіздер ме? Осындай қосылып түседі. Яғни олар не істейді? Ары қарай барады да. Біз де білеміз, мынаның электроны мен мынаның электронның арасында байланыс түзетінін. Көрдіңіздер ме? Мынау енді бір электрон беріп азайып қалды ғой, азайып қалғандықтан бұл не істеді? Мына жерде плюс заряд болып кетеді да. Мынау бізде аммоний деген біздің ионымыз пайда болады екен. Яғни NH4 қой, былайша айтқан кезде. Қысқартып жазатын болсақ мынандай болып тұрады. NH3 плюс H+ шығады NH4 плюс. Донорлы акцептерлі байланыспен түзілетін заттарға осы NH4 плюс жатады екен біз.